Балаленд. Ару бүгін әжесінің үйіне келді. Ол үй ішіне қарап, «Әже, бүгін неге бәрі ерекше?» деп сұрады. Әжесі күлімдеп, «Бүгін жеңіс күні қызым, бұл батырларды еске алатын күн» деді. Сол кезде Ару бұрышта тұрған ескі сандықты көрді. Ол сандыққа жақындап, «Әже, мұнда не бар?» деп сұрады. Әжесі, «Ашып көр қызым, ішінде қымбат естелік бар» деді. Ару сандықты абайлап ашты. Ішінде ескі медаль жатыр екен. Ару медальды екі қолмен ақырын көтеріп алды. Әжесі, «Бұл сенің арғы атаңның медалі. Ол елін қорғаған батыр болған» деді. Ару медальға мұқият қарады. Кенет медаль жұмсақ алтын түспен жарқырай бастады. Айнала жылы жарыққа толып, Ару өзін естелік әлемінде тұрғандай сезінді. Ол саппен кетіп бара жатқан сарбаздарды көрді. Олар сабырлы, батыл, бір-біріне сеніммен қарап бара жатты. Сарбаздардың арасынан Ару өзінің арғы атасын көргендей болды. Ол жас еді, бірақ жүзінде туған жеріне деген үлкен махаббат бар еді. Келесі көріністе адамдар бір-біріне көмектесіп жүрді. Бірі су берді, бірі нан бөлісті, бірі шаршаған досына сүйеу болды. Ару достық пен бірліктің қаншалықты маңызды екенін түсіне бастады. Сарбаздар қиналған досын жалғыз қалдырмай, бірге алып келе жатты. Ару батырлық тек күште емес, көмектесуде екенін сезді. Сосын ол арғы атасының хат жазып отырғанын көрді. Арғы атасы үйін, туған жерін, жақындарын сағынғандай еді. Ол балалар күлсін, аспан ашық болсын, адамдар тыныш өмір сүрсін деп армандаған еді. Жылы жарық бәсеңдеп, Ару қайтадан әжесінің қасына оралды. Енді ол медалға басқаша қарады. Бұл жай ғана әдемі зат емес еді. Бұл ерлік пен бейбіт өмірдің белгісі еді. Әжесі, «Нағыз батыр адамдарды қорғайтын, жақсылық жасайтын адам» деді. Ару Қазақстанның талай батырлары ел үшін ерлік көрсеткенін түсінді. Ол медалды қайтадан сандыққа ұқыптап салды. Сосын терезе алдына келді. Сыртта балалар ойнап жүр. Аспан ашық. Ару бейбіт өмірдің қаншалықты қымбат екенін сезді. Ол батыр болу үшін үлкен болу міндетті емес екенін түсінді. Жақсылық жасау, әлсізді қорғау, бейбіт өмірді қадірлеу нағыз батырлықтың бастамасы еді. Сол күні Ару медалдың сырын түсінді. Нағыз күш адамдарды және бейбіт өмірді қорғауда. Балаланд, бізбен бірге ойна, күліп үйрен арманда, бақытты бол әрқашан. Сау бол!